Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгінгі подкастымыздың жеңіс жолындағы әңгімелер тақырыбындағы шығарылымы өте ерекше. Бүгін бізде қонақта қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің шебер мұғалімі, Алтынсарин төсбелгісінің иегері, Олимп шыңы республикалық пәндік олимпиадасының бірінші дәрежелі жеңімпазы Пірімова Әсем Абдрахманқызы. Бүгінгі подкастымыз тек қана жеңіс емес, табандылық, ұстаздық жүрек туралы болмақ. Қайырлы күн, Әсем Абдрахманқызы, қош келдіңіз, жеңісіңіз құтты болсын демекпін. Алдымен осы олимпиадаға қатысу идеясы қалай туды, жалпы өз-өзіңізді сынауға не түрткі болды, сол жайлы бір ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Олимп шыңы олимпиадасы былтырғы оқу жылынан бастап тұрақты түрде өткізіліп келеді. Әр пән бойынша республикалық деңгейде семинар өткізіледі. Сол семинар аясында Олимп шыңы олимпиадасы болады. Яғни оған офлайн қатысу керек. Осы олимпиаданы асыға күтіп жүрдім. Сонымен дарынның сайтында осы семинардың ақпараттық хаты жарияланды және білім бөлімі арқылы мектептерге ақпараттық хаты келді. Ақпараттық хатпен танысып, семинарға қатысуға және Олимп шыңы олимпиадасына қатысуға бел байладым. Осылай үміттеніп, ниеттеніп жүргенде Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығынан семинардың тақырыбы оқушыларды олимпиадаға дайындау туралы осы семинарға спикер болуға шақырту алдым. Сонымен семинарға қатысып, семинардың бірінші күні түстен кейін Олимп шыңы олимпиадасы бастау алды. Өзімнің білімімді, біліктілігімді сынап көргім келді. Олимпиаданың атауының өзі ерекше. Спортшылардың арманы олимпиада чемпионы болу болса, білім беру саласында да олимпиада бар. Сондықтан әрбір мұғалімнің де, оқушының да арманы Олимп шыңын бағындыру деп ойлаймын. Өте жақсы. Өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, Олимп шыңы мұғалімдер арасындағы ең беделді қазір республикалық марапаттардың бірі болып тұр. Енді осы марапатты алған кезде сіздің ойыңызға бірінші қандай ой келді? Бұл жеңіс сіздің ұстаздық философияңызды өзгертті ме? Олимпиадаға қатысу маған үлкен жауапкершілік жүктеді. Өйткені оқушыларым олимпиада жеңімпазы болып тұрғанда, оны дайындаған бапкерінің де сол тұғырдан көрінуі міндетті деп санадым өзіме. Семинарға және олимпиадаға 130-дан астам мұғалім қатысты. Ол мұғалімдерді 3 топқа бөлді. 3 топ кезек-кезек кіріп тапсырды. Олимпиаданың нәтижесі бірден шығады, 25 сұрақтан тұрады, 1 сағат уақыт беріледі. Біз Қызылорда облысы 3-ші топ болдық. 1-ші, 2-ші топ тапсырғандардан олимпиада тапсырмалары қалай деп сұрады. Олар күрделі екенін айтты және ешкім бірінші орын алмағанын айтты. Яғни бірінші орынға лайықты балды жинамағанын. Бұл бізге одан сайын жауапкершілік жүктеді. Сонда білдік, олимпиадада тапсырмалары түрлі нұсқада келетін. Солай кіріп тапсырдық. Олимпиада тапсырмалары мектеп бағдарламасынан және ғалымдардың еңбектеріне байланысты келді. Сонда ең бірінші жауапкершілік өз-өзіңіздің көзбен қарау, үнемі іздену, үнемі еңбектену. Абай айтады ғой, естіген нәрсені ұмытпасқа 4 түрлі себеп бар деп. Сол себептің бірі ішінен бірнеше қайтара ойланып, көңілге бекітіп жүру. Сондықтан болдым, толдым демей, үнемі оқыған нәрсемізді қайталап отыру керек екенін түсіндім. Өте жақсы, керемет. Енді жаңа бапкері ретінде де өзіңіз айтып кеттіңіз. Сіздің оқушыңыз Қожахат Хиват 8-ші сыныптан бастап осы Олимп жолына түсті. Бұл жолдың финалы бір емес, қателеспесем 2 республикалық алтын, 1 күміс және Дарын орталығының үздік ауыл мектебінің қатысушы номинациясы. Бірақ енді осы оқиғаның ең қызығы бәрі неден басталды? Сол бір құпияны бізге бүгін бөліссеңіз. Қожахат Хиват менің және мектептің атын биікке көтерген алтын оқушым. Хиватқа жалпы мен педагогикалық еңбегімде әр сыныпты 5-ші сыныптан бастап
алуға тырысамын. 5-ші сыныпта Хибат келген кезде өзінің алғырлығымен, тапсырманы ұқыпты орындауымен, жауапкершілігімен және есте сақтау қабілетінің мықтылығымен көзге түсті. 5-ші сыныптың ортасынан бастап олар қашықтан оқуға көшті. 7-ші сыныпта қайта қауыштық. Сонымен осы оқушыны олимпиадаға дайындасам деп көздеп жүргенде 7-ші 8-ші сынып оқушыларына арналған олимпиадада ол физика пәнінен мұғалімі таңдаған екен, содан қатысты. 8-ші сыныпта қайтадан Хибаттан сұрадым: мен сені қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дайындайын, бағыңды сынап көрсең қалай болады деп. 7-ші сыныпта физикадан қатысып орын алылмаған соң ба маған келісім берді. Олимпиада ережесінде мектеп бағдарламасын толық игерген оқушы бір саты бір сынып жоғары келесі сыныптың олимпиадасына қатысуға мүмкіндігі бар. Сондықтан Хибатқа 8-ші сыныптың қазақ тілі мен әдебиетінің оқу бағдарламасын меңгертіп болғаннан кейін 9-ші сыныпты меңгерте бастадым. 8-ші сыныпта бала жақсы алып кете алды. Сонымен бірақ іштегі қалай болады екен деп ойладым. Жоқ, 8-ші сыныпта сол 9-ші сыныптың атынан қатысып 3-ші орын алды. Бұл біз үшін үлкен жеңіс болды, қуаныш болды. Хибаттың алдында республикалық олимпиададан 1-ші орын алған Сабина деген оқушым болды. Сол екеуін қатар дайындағаннан ба Хибат Сабинаны үлгі тұтты. Оған Хибатқа Сабинаның жеңісі үлкен стимул болды. Екеуі бірге дайындалды. Бұл енді әлемдік педагогикада бірін-бірі оқыту деп аталады. Сабина облыстық кезеңге шыққанда мен де шыға аламын ба, мен де шығайыншы деген онда үлкен талпыныс болды. Міне осы талпыныс оны жеңіске жетеледі. 9-ші сыныпта 9-ші сыныптың атынан қатысып 2-ші орын алды. Енді 10-ші сыныпқа келгенде өзінен сұрадым: сен қандай пәнді таңдап отырсың деп. Өйткені 8-ші сыныпта оған берген уәдем бар. 8-ші сыныптан бастап алған олимпиада оның болашағына үлкен қозғау салды. Мамандық таңдауына игі ықпал етті. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнін таңдап отырмын деді. Бұл маған өте жақсы, тиімді болды. Қуандым. Тағы бір ізбасарым бар деп қуандым. Сөйтіп 8-ші сыныптан бастап алған осы оқушым 10-ші сыныпта дайын болды олимпиадаға қатысуға. Тамаша. Рахмет. Енді 8-ші сыныптағы Хибат, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, сол 5-ші сыныптан бастап алып, дәріс беріп, сабақ беріп, қазір Құдайға шүкір әйгілі олимпиада жеңімпазы білім саласындағы. Енді 5-ші сыныпта көрген кезде бірден осы баланың ішінде бір от бар, жалын бар деп бірден сездіңіз бе? Әлде ол бір жүре келе сабақ барысында ашылып көрініс тапты ма? Менде таңдау көп болды. Сол Хибат оқитын сыныпта бірнеше үздік оқушылар бар. Қазірдің өзінде 5 алтын белгіге үміткер бар. Менде таңдау көп болды. Бірақ икеміне қарай біреуін олимпиадаға алсам дедім, біреуін ғылыми жобаға алсам дедім. Ғылыми жобаға көздеген оқушыларымда облыстық республикалық деңгейде орын алды. Олимпиадаға сол Хибатта алдым. Әрі қарай жақсы дайындықпен, өте жауапкершілігі жоғары, үйі де жақсы қадағалайды. Бұл да біз үшін үлкен қолдау. Рахмет. Абай талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой деп бекер айтқан жоқ. Сіздіңше қазіргі жас олимпиада оқушысы үшін Абайдың қай сөзі ең маңызды мотивация? Жалпы Хибатқа Абайдың қай сөзін өзіңіз үнемі айтып жүресіз, үлгі тұтасыз? Өте орынды сұрақ. Біз әрбір жеңіске жеткен сайын жұмысымызды талдаймыз, өткенге ораламыз. Қай жеріміз тиімді болды, қай жерден қателік жібердік, оны түзетуге күш саламыз. Сонда әрбір жеңіске жеткен кезде айтамыз 32-ші қара сөзі: адамның өзі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де тезірек қолға түседі деп. Міне сенің үміттенгенің, талаптанғанның арқасында осыған жеттік деп. Сен жарайсың деп мотивация беремін. Жалпы мен Хибатқа мотиватормын. Қандай жағдай болса да, оны тек алға жетелеп, мотивация беріп, жігерлендіремін. Балаға сол үлкен күш болады. Тамаша. Негізі келесі сұрағым дәл осы тұста болатын. Жалпы олимпиада оқушысын дайындағанымызда мұғалімнің рөлі әртүрлі
адамның жанкүйері болады, психолог болады, кейде стресс менеджері сияқты. Сіз өзіңізді қай рөлде көресіз? Бізде осымен 3-ші жыл қатарынан пәндік олимпиада өткізіледі. Республикаға ең алғаш шығарған, Хиватты республикаға шығарған, алтын медаль иеленген ең жұлдызды олимпиадасы осы ауыл мектептеріне арналған республикалық олимпиада болды Хиватқа. Сол олимпиаданың ең бір ауыл мектебінің оқушылары үшін жақсы жаңалығы, республикалық кезеңде бірінші орын алған оқушы дәстүрлі олимпиаданың республикалық кезеңіне қатысуға мүмкіндік алады. Бұл бір. Екінші, келесі оқу жылында сол республикалық олимпиаданың республикалық кезеңіне қатысуға жеңілдік алады. Бұл мұнда әрбір республикалық олимпиаданың әрбір кезеңнен орын алғаны алмағаны маңызды емес, тек қатысу керек. Содан кейін республикалық олимпиадаға бірден республикалық кезеңіне қатысуға мүмкіндігі болады. Хиват республикалық олимпиададан бірінші орын алып, 2025 жылы Орал қаласында өткен дәстүрлі олимпиадаға жолдама алды. Дәстүрлі олимпиадада ол күміс медаль алды. Бірақ бұл бізге өте тартыспен келген жеңіс болды. Бірінші күні олимпиаданың бірінші турының қорытындысымен Хиваттың балы 3-ші орын мен грамотаның ортасында болды. Хиваттың еңсесі бірден түсіп кетті. Бірақ мен оған ертең әлі 2-ші тур бар. Хиватқа сендім. Сенің теориялық білімің мықты. 2-ші тур теорияға арналған. Бар күшті соған саласың. Сол арқылы балыңды көтеріп алуға мүмкіндігің бар дедім. Бала сенді, сабырға келді, өз-өзіне сенімді болды. Айтқанымыздай, 2-ші турдың тапсырмалары өте күрделі болды. Біздің бұл 2-ші тапсырмадан ең жоғарғы бал алуымыздың бірден бір нәтижесі сабақ барысында әрбір сабақты өткен кезде қосымша әдебиеттермен жұмыс жасатамын, олимпиадаға дайындықта да. Сонда келген сұрақ, Ахмет Байтұрсынұлы романды, повесті, әңгімені қалай атаған деген. Ал біз әңгімені өткен кезде Ахмет Байтұрсынұлының әдебиеттанушы кітабына бір қарап, Ахмет Байтұрсынұлы әңгімені ұсақ әңгіме деп атапты. Повесті ұзақ әңгіме деп атаған, романды ұлы әңгіме деп атаған деп бір шолып өтеміз. Міне сол дайындығымыз, қосымша әдебиеттермен жұмысымыз бізді жеңіске алып келді. Сонда біз 2-ші турдың тапсырмалары арқылы балымызды көтеріп, 3-ші орын мен грамотаның ортасында тұрған Хиват 2-ші орынға көтерілді. Тамаша. Хиваттың әрі жаңағы психологы, әрі мотиваторы ретінде өзіңізді көресіз. Жақсы, рахмет. Осы 2024 жылы 1-ші орын, 2025 жылы 2-ші орын алды. Осы Хиват жеңісті алғанда сіз қайда болдыңыз, қандай сезімде болдыңыз, көзіңізге жас келді ма? Осы тұрғыдан. 2024 жылғы республикалық олимпиада Астана қаласында болды. Үкілеген үмітпен шығарып салдық. Қызылордада болдым. Бірақ Хиватпен бірыңғай байланыста болып, әрбір турды тапсырып шыққан сайын екеуміз талқылап, шамамен меже қойып отырдым. Өзінің баланың жауабына қарай. Демек сен 45 бал аласың бірінші турдан деп. Сол балдың көлемінде шықты балы. 2-ші турдан онда бұдан балың жоғары болады деп. Ауыл олимпиадасында республикалық кезеңде негізі бірінші дәрежелі диплом қатысушылардың 5%-ын қамтитын. Бірақ жүлдегерлер мен жеңімпаздардың балының арасындағы үлкен айырмашылықпен бірінші орын тек қана Хиватқа берілді. Себебі Хиват 86 бал жинады, одан кейінгі бал 74 болғандықтан, арасы алшақ, 12 бал айырмашылық болғандықтан тек бірінші орынды Хиватқа ғана берді. 2-ші кезеңде Орал қаласында болған дәстүрлі олимпиадада облыстық білім басқармасы бірнеше оқушыға жетекші ретінде мені тағайындап жіберді. Бірге бардық. Мұнда барлық қатысушыларды бірге дайындалуға, бірге талқылауға күш жұмылдырды. Барлығын
бірге дайындалуын ұйымдастырдым. Нәтижесінде олар бір-біріне бәсекелес емес, бір облыстың намысын қорғайтын жақсы достар болып орта қалыптасты. Сол Орал қаласында үшінші орын мен грамотның ортасында тұрған сәтте іштей қобалжыдық, бірақ оқушыға білдірген жоқпыз, тек қана оған үміт сыйладық. Ал орын алған кезде бір ғажайыпқа енгендей күй кештік. Үміттің ешқашан үзілмеу керектігін, үміт адамға үлкен күш сыйлайтынын білдік. Екеуміздің де көзімізге жас келді. Ол ең бір ұмытылмас сәт. Менің өзім оқушы кезімде облыстық деңгейде жүлдегер атандым. Арманым республикалық олимпиада жеңімпазы болу еді. Бірақ осы арманыма мен оқушыларым арқылы жеттім. Ең бірінші осы арманым Сабина деген оқушым арқылы орындалды. Бір қуаныштан жылаған сәт, сол ең бірінші Сабина орын алған сәт тұғын. Кейіннен үйрене бастадық па, тек қуанып отырдық. Тамаша, рахмет. Енді сізге мен қазір абаймен байланысты 3 жылдам сұрақ қойсам деп отырмын. Сіздің де жауабыңыз қысқа бір сөйлеммен болса. Дайынбыз ба? Абайдың ұстаз үшін ең өзекті қара сөзі. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады деген сөзін үнемі есімізге сақтаймыз. Рахмет. Сабаққа шаршап келгенде Абайдың қай сөзі сізге күш береді? 32-ші қара сөзі: адам баласы шын мейірленсе, ғылым білімнің өзі де тезірек қолға түседі деп. Жақсы. Олимпиада оқушысын дайындауда Абайдың қай қасиеті керек? Еңбек, терең ой, талап? Талап керек. Талап болмаса еңбектен ештеңе шықпайды. Рахмет. Қорытынды сұрағымызға да келіп қалдық. Сіздіңше жеңіс мұғалімге не береді, ал жауапкершілік не береді? Жеңіс мұғалімге жауапкершілік береді. Үнемі ізденуді, оқушының алдында білім беруде біз үлкен жауапкершілік алатынымызды сезіндіреді. Және еңбектің жеңісін сезінуде үлкен қуаныш сыйлайды. Рахмет. Бүгінгі жас педагогтерге бір ауыз кеңес: жеңіске жетудің бірінші қадамы қайдан басталады? Үйренуден басталады. Үйрену керек тәжірибелі мұғалімдердің. Абай да өз заманда өзінен тұрғыласын іздеген, сол сияқты үздіктерден үйрену керек. Жақсы. Енді жаңа мақсат, жаңа әлем шыңы, алда қандай жоспарыңыз бар, қандай арманыңыз бар? Орынды сұрақ. Мектебімізде Қибаттың ізбасарлары өсіп келеді. Келесі дайындап жүрген ізбасарым қазір 6-шы сыныпта оқиды. 2 жыл қатарынан 5-6 сынып оқушыларына арналған пәндік олимпиаданың қалалық кезеңінен 2 жыл қатарынан 2-ші орын алып келеді. Сол оқушыны 1-ші орынға жетелеу. Тамаша. Рахмет. Әсем Әбдірахманқызы, бүгінгі әңгіме тек жеңіс туралы болған жоқ. Ұстаздың жүрегін сезіндік, адамға ерік жігер сыйладыңыз. Сізге үлкен рахмет. Бүгінгі подкаст жеңіс жолының тек сыртқы емес, бүгін бір ішкі сырын көрсетті. Шабытқа толы әңгімеңізге үлкен рахмет. Қымбатты көрермен, әр жеңіс үлкен еңбектің жемісі екенін ұмытпайық. Келесі шығарылымда тағы бір жеңімпаздың тарихын тыңдаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.